болса, бүгінгі үйренетін массаждарыңыз аяқтың массажы. Вау, массаждардың ішінде ең керемет массаж аяқ массаждары, табан массаждары. Содан ертең Алла қаласа, ертең қол массаждарын үйренеміз. Аға, ертең сіздің ауырып жатқанына екі досыңыз бар ғой. Сол кісілеріне қолға жасайсыз ертең. Ол кісілердің бетіне қазір жасамай тұра тұрыңыз, бетіне. Бірінші қолдан бастаймыз ол кісілер. Қолды жақсылап жасап болғаннан кейін, одан кейін аяғына түсесіз. Одан кейін ең соңында басқа түсесіз. Бүгінгі жасалатын аяқ массажы аяқтың алды артына жасауға болады, табанмен қосып. Тізеден төмен жасауға болады, табанмен қосып. Тобықтан төмен жасауға болады. Үшке бөліп жасауымызға болады. Содан кейін аяқ массажын жасатып жүрсеңіздер, мына тізеге пайдасы бар. Содан кейін аяққа массаж жасату, мына құймышаққа пайдасы бар. Табанның астына массаж жасату, ағзаларға пайдасы бар. Және фотосы көрді ма? Ағзаларға. Массаждың пайдалы екенін енді біздің халық біліп жатыр. Тоқтамай сөйлеу арқылы бәрі біліп жатыр. Енді массаждың қай түрі пайдалы, қай түрі зиян деп айтатын болсақ, енді массаждың жаңағы шарт еткізіп орнына қойып берген массаждар бір рет жасатқан пайдалы. Одан ары қарай оған адамның өзі үйренбеу керек. Барынша денсаулығын түзеп алу керек. Енді оны сіз жаман зиян деп айтуға болмайды. Соған мұқтаж адамдар да бар. Енді мен үйретіп жатқан массаждар ол кез келген адамға жасай беретін, жасала беретін, және де кез келген уақытта жасала беретін, және де ауырмай тұрған адамдардың аурудың алдын алатын массаждар. Былайшасын айтқанда өзімізге бір тыныштық сыйлайтын, өзімізге бір рахат сыйлайтын, өзімізге бір жайлылық сыйлайтын денемізге сол массаждар. Содан кейін адамның денесіндегі нүктелерді дәп басып жасаған кездеріңізде өзі әрбір адамның денесінен өзі белгі білінеді. Мысалы мен күйеуімнің кеше арқасына массаж жасадық. Бүгін таңертең 2 рет іші жүрді қайта. Сондай. Мысалы менің табаныма массаж жасасаңызда мен ішім жақсы жүреді, үлкен дәретке жұмсақ отырамын. Мен табаныма жасалған кезде сондай әсер болады. Бетіме жақсы массаж жасаған кезде менде ұйқы жақсы болады. Ұйқы жақсы ұйықтаймын. Сөйтіп өзі массаж өз денеңізден білінеді барлығы. Bir адамдарға ішіне массаж жасаған ұнайды. Әртүрлі. Массажды бөлек-бөлек жасап берсеңіздер де болады. Арқаға келген клиентке арқасына, аяққа аяқ, бөлек. Өзінің әрқайсының уақыты бар ғой, сол уақытына толтырып жасап берсеңіздер болады. Содан кеше айттым, нүктені басқан кезде күніне 2 рет баспаймыз, күніне қанша рет басамыз? 1 рет басамыз дедім. Табан массажын, аяқтағы табан массажын таңертең орындарыңыздан тұра салған кезде, табандарыңыздың астын қолдарыңызбен, қолдарыңызды былай ұстап аласыздар да, табанның астын деп тарап бересіз. Таңертең орныңыздан тұра салып. Тарап, содан кейін әзір нүктелерді көрсетемін. Дәй шүре деген нүктелер бар. Сол нүктелерді өзің таңертең 1 рет басып қойсаңыз болады. Күніне. Енді ақшаңыз көп, бай болып, маманға сүйенетін болсаң, сонда түстен кейін сағат 4-5-тен кейін табан массажына барсаңыз болады. Қытайда арнайы табан массажын жасайтын салондар бар. Тек қана табан массажын ғана жасайды. Басқа массаждар жасамайды. Сондай салондар 2 аттам жердің барлығында бар. Өйткені Қытайда біледі адамдар массажын пайдалы екенін біледі. Жұмыстан түскені бар, бизнес жасағаны бар, түніменен күзетте болғаны бар, барлығы шыққаннан кейін неге барады екен? Массажға барады. Үйінің жанында да, офисында да, қай жерге барсаңда да массаж бар. Бізде асханалар көп қой, сол сияқты ол жерде де массаж көп. Тамақта көп, массаж да көп Қытайда. Бәрі көп. 2 аттам жердің барлығы массаж. Кішкенесі де бар, үлкені де бар, қалыпсыз бәрі бар. Бәрін іздеп табыласың. Арзанға да жасайтын жер бар, қымбатқа да жасайтын жер бар. Осында мамандарды өзің талдап аласың. Стаж болған ба, жоқ жаңадан үйренген ба? Жаңадан үйренген мамандар біраз уақытқа дейін салондардың ішіне кіріп, стаж жинағанға дейін біраз уақытта тегін жұмыс жасайды Қытайда. Менің кезімде. Енді әзір қандай екенін білмеймін әзір. Қазір мен келіп бармағалы 8 жыл болды ғой. Қалай болып өзгерді екенін білмеймін. Бірақ Қытайда массаждар жақсы дамып жатыр. Жаттығу, емдік жаттығулар, массаждар ерекше дамып жатыр. Өйткені біз Қытайдың интернетінде отырамыз ғой. Мен кеше айтып жатырмын ғой, сендерге бүйтіп билегенді қазір ғалымдар тексеріп жатыр. Оны баяғыда біз билеп тастағанбыз деп. Сол билерін тоқтатпай билей беріңдер, арбан кетіп. Қазақтар аю би дейді оны. Естіген бе едіңдер? Аю би дейді. Бар қазақтың. Бізде бар ғой, сіздерде көп нәрселер жоқ қой.
қазақтың көп салт дәстүрі мына шет қазақтарда сақталған аю биі деген би ол. Қазақтар билеген кезінде аю биі деп. Содан кейін жаңағы қазақтың ана бір биі бар ғой, қара жорға биі. Сол қара жорға биі, мына қара жорға биін көрсетіп берейін мен сіздерге. Қара жорға биіндегі мына билеп жатады ғой, бүйтіп. Сол кезде мына жауырынға қайрасың, жауырын қандырасың. Жауырындар ашылады. Соның кезінде мен біздің елімізде бір ана жазушы апа ма, жазушы ғой деймін. Сол апа сол қара жорға биін сындап сөйлеп жатыр екен. Қазақтар өйтіп билемеген, қара жорға деген қазақтың биі емес, ол неме дейді, моңғолдың биі, бірдеме, қыздар би ұлтқа бөлінбейді. Ойғырдың да биін билей алсаң, билей бер, өйткені би деген ол денсаулыққа пайдалы, қимыл қозғалыс. Мен сол апаның сөзін естіп, кішкене қаттым ғой, мынаны да жазыпшы деп айтады. Бидің несі, биде тұрған не бар? Биде тұрған не бар? Ештеңе жоқ. Просто білесің. Мынау, міне. Осы нәрсе Қытайда билеп жатыр мынаны. Өйткені міне, бүйткен кезде мынау буындар қозғалып жатыр. Буындар. Фиксация. Иықтар қозғалып жатыр. Бұны апарып қазақтың биі емес, қайдан келген би, ол моңғолдардың билей бер, ойғырдың да биін биле. Билей алсаң, билей бер, бәрін биле. Билей аласың ба, билеші айналайын. Просто бір жасы келген апалар, жастарды оқып отырғызып, ол шеттеу ғой. Билеме ол қазақтың биі емес. Сенің мына иығыңа пайдалы қозғалыс бұл. Ода тұрған не бар? Қарап тұрсаң, кейбір нәрселерді қарасаң, көңіл толмайтын нәрселер көп. Сол үшін би дегенді билей беріңіздер. Ол жоқ биде. Ойғырдікі, қазақтікі, орыстікі деген. Билей алсаң. Ал орыстар билей ғой дейді. Артошқаға қандай орыстардың билер? Ол мына тізеге пайдасы. Тізеге пайдасы. Қандай? Сол үшін биді билей беріңдер. Билей алмаймын демеңдер. Арбаң, ербең етіп билей беріңдер. Просто дене қимыл қозғалады. Аяқтар қозғалады, буындар қозғалады. Қозғалмасақ, мына буындар қатып қалады. Буын қатқаса буындар қозғалып алмай қаласың. Буындар күнде қозғалып тұру керек. Міне аяқты қараңыздар. Сол үшін мына тізесі ауыратын апалар, жамбасының ұршығы ауыратын келіншектер қозғалыстың жоқтығынан ауырады бәрі. Содан кейін және де тамақ, және де қозғалыс, және де нүктелі массаждар. Бұл айланып кеп соған. Енді қанша минут жасаймыз дегенде, аяқтың алды артын қосып 45 минут жасап беріңдер. Мен 45 минут жасап бер деп айтайын десем, кейбір әйелдердің аяғы ұзын. Мен 45 минуттың асып қалуым мүмкін. 30 минут жасайын деген десем, кейбір әйелдердің аяғы ұзын. Сол үшін уақытын бүйтіп клиентіңіздің жағдайына қарай 45-35 минут бүйтіп ойнатып жасаңдар. Оның жағдайына қараңдар, іші болып қатқан ба, етектерде тоқтап қалған ба, бұрын қандай болған деген сияқты, соның жағдайына қарап жасай беріңдер. Қатып қағида жоқ. Қатып қалған қағидаға жақып алмаңдаршы қыздар. Кейбір қағидаларды бұзуға тура келеді. Енді жылдамдығына келетін болсақ бар ғой, өте тез жасамаңдар. Өздерің жасағанда сезініп жасаңдар. Біздің мақсатымыз уақытын ұзақ қылып, тез жасауда емес. 20 минут жасалған массаж сездіріп, кәліпке бөліп, нүктелерін дәп басып жасап, 10 минут жасасаң да болады массаж. Нақты жасай алсаң, кірісіп отырып тұр, беріліп отырып тұр, жан тәніңнен жасап берсең, нүктелерін басып тұр. 10 минут ұйықтап тұрып, сол мынандай массаж болады. Сен ол клиенттің үстіне массажды ұзақ жасасам жақсы екен ғой деп, майыңды былжыратып жағыға уқалап жасың, нүктесін басқан жоқсың, не сезінген жоқсың, не сезіндірған жоқсың. Адам чақын не былжыратып, кейбір мінез бар әйелдер болса қағып тұр, орамалға төлеп денесі сүртіп кетіп, мен де ондай клиенттерді көргенмін. Мен бір оқушыға тәрбиелеген кезде, менде Тамара деген бір тәтем бар болатын, орыс тәтем бар болатын, қазақша күшті сөйлейді. Соны Тамара тәтемді жас болғанымды ұмытып қалып, мен басқа клиентті алып қойған ғой. Содан меніке ол кісі кіріп келген кезде мен басқа клиентті алып жатқам, жанына бір Қытайда деген қызым бар болатын, тәрбиелеп жатқан. Сіз сол жасай берсеңізші, Тамара тәтеме білмей алып қойыппын дегенде, Тамара тәте жаттың арқаға массажға. О, шақ көп дейді. Ойбай не көп деп, мен мына жақ кабинетте отырмын. Жүр, барсам деген, тамарам деген жаңағы майды алып,
жылап тұрып бытшын шығарып ана жерде маған деген менің көзіме тоқтап тұрып кеткен ғой. Сен неге менімен ойнап жүрсің? Мен саған сұрағанымды бере алмадым ба? Неге дәптеріңе жазбайсың? Мен анамнан клиент емеспін деп тұр. Міне көрдің ба? Массажды сондай жақсы көріп қалған, массаждан кайфовать алатын клиенттерге кездесіп соған мәшәр жасайтын болсам ғой, шынымен сен бетіңе балшық тізе салады. Ойбай, Тамара тәпе кетпей, неге келесі жолы бүйтіп беремін, сөйтіп беремін. Ой, бір ашылды маған бере алмай, білмей қалдым деп, алдап-сұлдап. Мынандай жасай алмайтын адамдарға дүниеге мен бермеймін маған. Сен қанша ақша сұрасаң мен саған бере аламын деп. Ой, ақша да емес, мен есімнен шығып кетті, жаңа жазамын деп тұрып басқаға айналып кетіп, ұмытып жазылмай қалыпсыз десем. Қатты ренжіді ғой, мен сияқты клиенттерді есіңе жақсы салып ал деп. Сонымен ертесі күні қайтадан шақырдым, жалынып, ойбай, Тамара тәте келе-кеште келіңіз, ол бүгін подаркіге жасап беремін, тегін жасап беремін деп. Шақырып алып ертесі күні жасап бергенде айтты ғой, менің ашуымды сен осы массажбен басып бердің. Міне көрдің ба, сіздер мына нүктелерді сезін, ана уақытқа қарап, еле болмаса бірдемеге асып жасамаңдар. 10 минут жасалған массажда супер, шынымен де асықпай. Кеше мен сіздерге сағат 3:30-да сабағымды бітірдім, енді өздерің 5-ке дейін дайындала беріңдер деп, мен кетіп қалсам мына жерде бәрін кетіп қалыпсың, бірақ әйел үйреніп жатыр екен. Қыздар, бүйтпеңіздер. Ақшетуге асықпаңыздар. Мен ар жаққа бір айланып келіп, мен сіздердің қолдарыңызды көріп беремін. Мен кетіп қалсам сіздер де кетіп қалыпсыздар. Мына жерде екі қатынға бір-біріне массаж жасап, ешқайсың. Үйге барсаң сенің массажыңды, сенің нүктеңді ешкім көрсетіп бере алмайсыздар. Ешкім көрсетіп бере алмайсыздар. Мен ғана көрсетіп беремін. Осы 10 күн өте шығады. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Мөнира ханым давай жатыршы. Кешегі үйреткен таяшуымен басып көрейін. Дұрыс па екен, бос па екен? Мен кеше алдыңғы бетімнің нүктесі басылды, кеше басылған жоқ қой, как раз. Ақылды біреуін болса, давай жатшы, мен таяшуымды тауып берейін дей салсам, мен жатып берер едім. Мен сіздерден соны күткім. Мен не сіздерге жүр, отыр, жүр, оны тұр деп болды таңғы 8-ден 5-ке дейін сөйтіп жасап бердім, ары қарай 2 сағатта өздеріңіз жасап, мені шақырып, мен көрсетіп алуларыңызға бар. Атайпаса үйге барғаннан кейін жеңгем білмейді ғой нүктелерді қажет екен. Ал клиентке жасайын десе, клиентте білмейді көбі нүктені, бірақ қай жеріне нүктенің не екенін білмейді. Бірақ сен мамансың ғой, тауып алып соны сезіндірсеңші. Ол сезінген кезде сенің қолыңа құмартады ғой. Ана жерде бір тәтті нәрсе бар екен ғой, тыныштандырады екен ғой адамды, дәрменсіз. Не деген жақсы деп сені іздейді ғой қыздар. Ал оны мен үйретіп жатырмын ғой қыздар. Осындай мүмкіндікті пайдаланып үйреніп алсаңдаршы, біреуің чай ішкелі кетіп қаласың, біреуің бірдеңеге кетіп қаласың. Кірсең екі-ақ әйел бар, екеуі бір-біріне жасап жүріп қалғандардың бәрін жоқсың. Қарасаң тұрып, не үшін оқыған деген сияқты. Мен ақшаларымды алмаймын қыздар. Бермеймін сендерге. Уақыт өтіп кетеді, уақыт өтіп кетеді. Аға жүрсің оны көтеріп алып кетіп қалды, ағаға мен үшін ойлағам. Алып қалам ана кісінің күйеуімді жатқызып қойып, үстіне жасатқыз, жаңағы көрейін бе деп ойлап. Қарасам ағам сол көмді көтеріп кетіп қалды. Қыздар, олай істемейміз, иә? 10 күн деген өте шығады, иә? Енді сонда массаждарды не істейді екенсіздер? Клиенттерге бар ғой, уақытын ұзақ былжыратып, сезіндірмей жасаған массажын бекер. Не жасадым, ол үстіме былжыратып дейді. Тәтті қылып жасайды. Тәтті бір әйелде жүреді ғой, тамақты тәтті жасайды. Чайын іше берсең іше бергің келеді бір әйелдердің, білесіздер ме? Палауын жесең жей бергің келеді, бір дәмді. Енді бір әйелдер болады, чайы көп көмбіп, дәмі жоқ, өз сияқты сазырайған. Ол массаждар да солай. Массаждар да солай. Тәтті массаж. Жаңа тоқ жек сияқты массаж. Ол сондай массаж да солай болады. Жасаған кезде, жасап жатқан кезде. Ойламаңыздар сіздер, мына кәсіпті үйреніп алып, бол болсын жасасам тәтті болады екен. Ары қарай кіріп, ары қарай суынып, оны зерттеп, оны қайта-қайта жасамаса тәтті болмайды. Палау басып та сондай ғой. Ойланып, сәбізді қанша қоям, күрішті қайтем, ананы майды қайда қоям деп ойланып жасаған кезде дәмді палау шығады. Ойламайды, саласаса дәмді шыққан көрдіңіз ме? Ол массажда солай, барлығы солай өмірде. Мына қол жусаң да солай, бүйтіп жуасаса таза болмайды, ойланып жусаң таза болады ол қыздар. Бұны естімей жүрген жоқсыздар, естіп жүрсіздер. Қайта-қайта айтып берейін. Енді тізеден төменде массаж жасап бересіздер. Сонда жаңағыдар ғой, көп апалар айтады. Көп апалар мына артроз, мына тізесінің ауыратыны тіземен қатыстырады. Мен тізем ауырып жатыр, сол тізем ғана жатыр. Ол мына жерде қатысы болған, мына жерде құйымшақпен қатысы болған. Мынау айланбай, мына жерде көресіздер ғой, қол сияқты байланып тұрады. Құйымшақ көресіздер ме анатомияда? Бидайда байланып тұрады. Жамбас ұш, бидайда байланып тұрады ғой. Чай сияқты білесіздер ме? Сол айланбай бүйтіп қалған кезде, бүйтіп ұстап қалған кезде, қан айналып бұзып барып мына түседі. Білдіңіздер ме? Оны бақ мен тізем ғана алып тұр, тізем емес мен ұршық. Сол үшін ұршық барды бүйтіп айланып мынандай жаттығуларды жасайсыз. Ұршық барды көтересіңдер, көтеріп
Осының бәрін жасаймыз. Сол кезде тізе ауырған деген өте жаман. Кім біледі, кімнің тізесі ауырады? Көзіне көрсе біледі, қазір бар ғой, мен 30 жас, ары келсе 40 жасасында тізелерін ауырып жүрген. Бұрын деген 100 жастағы апалардың тізесі ауырады. Ауырған апалар да болған. Көрдіңдер ме? Осының бәрінің қимыл қозғалысы жоқтығынан болып тұр. Йога жасамаймыз. Сіңірлеріңіздің бәрі қысқарады. Йогада отырған бір тәлім жазып жүр ғой. Мөнира, менің тізем сенің тізең сияқты жерге тиген жоқ. Сен сияқты мен жасай алмадым. Мен сенің йогаңды жасамай тұра тұрамын ау деймін. Содан мен басқа бірдеңе жасайын деп мынандай жаттығулар, мына жаттығуларды жасайын деймін. Мынаны жасау үшін де мындай жерін созу керек қой. Ол йогадан отырып мына аяқтар тізеге, ол бәрі сіз қайсысын жасасаң да ең алғашында жасай алмайсың. Ақырын жасаласыз білесіз. Сонда тізені білдіңіздер ғой, тізенің неден ауыратын. Одан кейін мына өкшесі ауыратын адамдар бар. Жамбас жақта кеше көрсеткен нүктені басамыз, тізенің айналасындағы нүктені басамыз, қабанның астындағы нүктелерді басамыз, жаттығулар жасаймыз, йога жасаймыз, дұрыс тамақ ішеміз, көңілді жүреміз, болды, 100 жасаймыз, 150 жасаймыз. Енді тобықтан төмен жасаймыз. 25 минутта, 20 минут, или 15 минут жасасаң болады. Тәтті қылып отырып, 15 минут, 20 минут аяқ шөпке шылаймыз. 15 минут мынандай отырып жасап бер, бір аяғын, екі аяқ осымен болды. Тиянақты, тәтті массаж. Тобықтан төмен массаж жасап, түрегелген кезде аяғы жер-жең болып қалады клиенттің, аяғы жер-жең. Қазір сіздер массаж жасамай тұрып, оң аяқтарыңызды фотоға түсіріп алыңыздар, екі аяқты бірдей фотоға түсіріп алыңыздар. Массаж жасамай тұрып, оң аяқты бір түсіріп алыңыздар, сол аяққа массаж жасап түсіріңдер. Массаж жасамаған аяқ үстінен картоп сияқты бек тұрады. Ал массаж жасалған аяқ мүрдеден чарқ ұстап томпиып тұрады. Әзір өздеріңізге жасаңыздар, фотоға түсіріп айырмашылығын көріңдер. Спортпен айналысатын дене тығыршықтай болып тұрады. А спортпен айналыспаған дене солып тұрады. Бәрі бар. Сонда қазір бүгін сіздер бірінші күн келгеннен қазіргілер көздеріңіз шайқала бастаған. Өйткені сіздерде нүкте басып жатыр ғой, қан жүріп жатыр. Кешегі арқа массажынан кейінгі денелерінде өзгеріс айтыңдаршы. Қандай өзгеріс болды? Кімде қандай өзгеріс болды? Шын айтып беріңдер. Ұйқы келе бастайды, ұйықтай бересің, жан тынышталады. Аяқтың массажын мына тізесіне ауырып бар кісілер болады, мына тізелерін ауыратын қандылар. Бүгін мен үйреткен нүктелерді басып, мен үйреткен жаттығуларды жасап, мен үйреткен йогаларды жасасаңдар, бір ай ішінде тізеңді өз қалпына қайтадан алып келе аласың. Егер де немқұрайлы қарап, ой бопты, қазірше жаныма батпай қойып болады ғой десең, ертең ол аяқ тізеңнен бір ай айырып қаласың. Ол кезде көп ақшада жұмсайсың, жаныңды ауырады, жаныңа батадан ауырады. Қазір ауырмайды, сәл ғана басталған кезінде осы нүктелі массаждарменен, жаттығуменен 100% өз орнына келтіріп жіберуге болады. Мен келтіріп беремін сендерге. Содан кейін жаңағы үйдегі ауырып отырған апалар бар ғой, тізесі ауыратын апалар, ол кісілерде де 100% емделіп кетеді. Мына ауру деген нәрсені ойдан шығарып, жаттығуды жасап, жаңағы қалсын элементі бар тағамдарды жеп, күнде жаяу жүріп, өзінің тәсілдері бар. Соны жасап. Онда тізесі ауыратын адамдарды секіріп билеуге болмайды, секіріп қандай жаттығу жасауға болмайды. Бірден мына тізеге массаж жасаймыз. Тізеге массаж жасап, мына балтыр, сампыл шығып беріп оятамыз. Нүктелерді басамыз. Содан кейін жеңіл қимылдармен бастаймыз. Жеңіл, мынау күнде апалар болса, жерді ұстап тұрып, мына жаттығуларды көбірек жасап беруге болады. Бізде де әзір одан кейін мына тізені былай ұстап бастады, айландырып, ішке қарай айландырып, одан кейін нүктелер бар, нүктелерді басамыз. Сөйтіп үй жағдайында өзінің тізені, ал біз тізесі ауырмайтындарды ойлаймыз, ауырмайды деп керемет болып жүрмей ақ па? Бізде жаттығу жасамаса күнде бізде ауырады. Сол үшін мен йоганы не үшін жасаймын, не үшін жаттығу жасаймын, не үшін жер сыпырамын, не үшін отырамын, не үшін жүгіремін. Бәрі қимыл. Қол жұманда қимылға жатыр. Ал қайсы қимыл емес, отырғанмен жатқан екен қимылға жатыр. Отыра қалатын әйелдер бар қазір, отыра қалады. Мен қай кезде отырамын білесің бе? Мен таудай істі қопарып тастап барып отырады екен өзіме рұқсат беріп. Одан бұрын отырсам өзім жайсызданады екен. Несіне отырмын деп сұрақты өзіме қоямын. Мөнира, нені қопарып тастап отырсың деп өзімнен сұрақ сұраймын. Сөзі қарасам ішекке қопармаппын, ұятайым орнымнан тұрып деп тұрғызып алғанда қайтадан әрекет жасаймын. Салоннан әрекет жасаймын, мына жерден әрекет жасаймын, үйге барып және де жасаймын.
ана төсекке құлайтын кезде ғана жасамайды айтады. Урок да ерсің ғой, тоқташы дейді ғой, маған тоқташы берсін. Отыра беруде, жата беруде, қимыл жасауда бәрі әдет қой, түгел әдет. Қалыптасқан әдеттер. Болды қой, аяқты айтып болдым. Енді аяқтың массажын кімдерге жасамаймыз? Аяғының тамыры жарып кеткен кісілерге жасамайсыңдар. Тамыры жарып кеткен. Содан кейін аяғына темір салдырған кісілер кездеседі. Ол кісілерге сылап сипап, нүктелерін басып жасап беріңдер. Бірақ ол кісілерге от қоймайсыңдар, ертең от қойған үйреті. Темірін салдырған кісілерге. Содан кейін аяғының сүйегі сынып кеткен кісілер болады. Ол гипстен алғаннан кейін массаж жасап бересіңдер. Бірақ басқандар ана сынып қайтадан сынып кетуі мүмкін. Ол сүйектер жаңадан бітті ғой. Баспаймыз. Сылап, итеріп, сылап, сипап, нүктелерді дәп басып жасап бересіңдер. Бұлшықеттерді тарап, өйткені ол гипсте жатқан соң қаншама бір ай, 2 айда жатып, қан жүрмей қалады, қан тосып қалады ғой, қан тамырлардың арасында. Бірақ баспайсың, басып жасамайсың. Қолыңның күшімен сылап, сипап, тарап, нүктелерді дәп басасың. Нүкте болды, бірде қан жүреді ол кісілер. Содан кейін тізесінде ауыр, тізесінде артроз бар кісілерге массаж жасауға болады. Бірақ ол кісілерге тізесін баспайсың. Балтырменен санын басасың, тізеге келген кезде уқалайсың, нүктелерді басасың. Түсіндірадым, Одан кейін жаңа қан тамыры жарылған варикоз дейсің ғой, ол мүлде массаж жасамайсыңдар. Мүлде. Ол кісілер ана варикозды емдетеді, қазір емдеп жатыр ғой жас. Сол болмау үшін біз қазірден бастап массаждарды сол болмау үшін біз қан тамырларымызды кеңейту үшін қайтеміз, жаттығулар жасаймыз. Сол үшін жасаймыз жаттығулар. Бұрынғы адамдар жаттығу жасамаған ғой, сонда оларды жарымапты деп бұрынғы адамдарға қарамаңдаршы. Біз бірдеңе десек болды, өткенге қараймыз, өткенге қарағанда ең жақсы көреміз. Бұрын олар өтпеген ғой, біз неге олар көп қимыл жасаған біз. Ол кісілер жаттығу жасамағанмен қимыл қозғалысы көп болған ол кісілер. Біз сияқты емес этажда тұрған. Көрдік қой, аяқтарды. Одан кейін кімдерге жасамайсың? Содан кейін ауыр әйелдерге жасамайсыңдар. Болды, қалған адамдардың барлығына жасайсыңдар. Барлығына жасайсыңдар. Үлкен апаларға, аталарға да, балаларға да жасай бересіздер. Енді нені айтсам болады? Аяқ массажын минутын айттым, салмағын айттым. Салмағы енді біреу жеңіл жасатқанды жақсы көреді, біреу ауыр жасатқанды жақсы көреді. Салмағын да клиентке байланысты табасыңдар. Так, уақытын айттым, салмағын айттым, жылдамдығын айттым, кімдерге жасауға болатынын айттым, пайдасын айттым. Пайдасы бүкіл денеңе пайдасы бар. Қай жеріңе болса, шаш түскеніне де пайдасы бар, ұйқыңа да пайда. Негізі ең басты нәрсе қан айналымын жақсарады. Адамның қан айналымы жақсарса, ол барлық нәрсе дұрыс болады деген сөз. Одан кейін мына арам қандар денеден қозғалып шыға бастайды. Массаждан кейін клиенттеріңізге сол күні 1-1,5 литрде 2 литр су ішу, жылы су ішуді насихаттайсыздар. Массаждан кейін бірден анандай ішімдік ішуге болмайтынын айтасыздар. Нүктелі массаждан кейін бірден ішімдік ішуге болмайды, ашты тамақтар жеуге болмайды. Нүктелі массаждан кейін дем алып, демін алып, не қылдым, үйде сорпа ішіп, рахаттанып жатқаны дұрыс. Нүктелі массаждан кейін. Нүктелі массаж деген ол адамның денесінде каналдар ашылып жатыр ғой, бауыр жолы каналы, өт жолы, бүйрек, өкпе деп, ас қорыту деген каналдар ашылады ғой бүйтіп. Адам ол кезде массаж жасата сап, секіріп, пиво ашып, арақ ішіп, или болмаса ашты нәрселерді жеп, ол жерде үйтіп, дал болып үйтіп болмайды. Денесін бос жіберіп, үйіне барып, дем алып, сорпасын ішіп, музыкасын тыңдап деген сияқты сондай әрекет жасау керек. Бір ұйықтап тұра келгеннен кейін адам өзі өмірге деген құлшынысы оянып, үйін қойып барып, тазалық жасап бірдеңе болып кетеді әкежет адам. Өзі біртүрлі әдемі сезінеді. Енді бір әйелдер болады, еш нәрсені сезінбейтін әйелдер болады. Мысалы мен массаждың кереметтілігін мен сіздерге аузыммен сезініп айтып беріп жатырмын ғой, кейбір әйелдерге массаж жасап қалай болды десе білмейді. Білмейді әйел. Өзін өзі сезінбейтін әйелдер. Мен әйелдермен өте көп жұмыс жасаймын, кейбір әйелдерге сұраймын ғой, әйел, еркегің бар ма деп сұраймын ғой. Көзім мөлдіреп, төмен қарап, көзімде жанар жоқ тұрады. Шақырып алам, сенде еркек бар ма десе, бар. Неге жанарың сөніп тұрсың? Сенің ең үлкен байлығың, бара-шағаң, ана байың қойныңда жатқан. Өзіңнің мына денең емес пе десе, ал сол байлық бар. Байлық қой. Күйеуіңмен қалайсың төсекте деп сұрасың. Білмеймін. Сонда сен білмеймін деп төсек қатынасында сезінбей жатасың ба десең, ол білмейді екен дейді. Сол сияқты мына массажда да жасап сезінбей білмеймін деп жататын. Менің басымды бар ғой, біреу ұстай алса болды, массаждан көзімді жұма бастайды. Өйткені не? Ана басымды ұстай алған
мысалы тамақтың иісінен де сезіну, бір мықты массаж жасап басымды ұстай алса, басымның рахатынан сезініп, көзімді жұму, сондай сезінеді екен, барлық нәрсені сезінеді. Көп қатындар бар, 60% ұстайды, білмеймін деп жауап береді. Мен айттым, содан баланы қалай таптық, сен ештеңені білмесең деймін. Білмеймін, жас кезімізде таптық қой. Пеп деп жіберген керек ғой. Сезімімді оятып берейін ба мен саған деп. Сен сондай қатындар қандай сезімді, көп сезімді үйреніп алған білесіңдер ма? Ренжу сезімін үйреніп алған. Ренжу. Мөнира бірдеңе десе ренжу, а сен бірдеңе десе ренжу. Сол ренжу сезімін қайтер екен? Сезінеді екен. Соны сезінеді екен. Енді басқа тәтті сезімдерді қалай? Білмеймін. Енді бұдан кейін алағасы нүктелерді басқан кезде денеңдегі әдемі нүкте сезім, көзіңді жұм, 130 мың теңгені өшір қойып. Салон ашам дегеніңді де өшір. Бір күн өткен сайын өлімге жақындап келе жатырмыз ғой біздер. Қашан сезінеміз өмірдің тәттілігін? Өтіп кетеді ғой бұл өмір. Көзді жұмып ашқанша өтіп кетеді ғой. Бір күн бір сағатымыздың бәрі өлімге жақындап келе жатырмыз ғой. Бүгін қайта бір массажды сезініп татшы. Төсекті сезінбесең сезінбей қойшы қатын. Массажды сезініп тат деп ара-ратыма жағаласып қаласың ғой. Сезіне қатын, сезінесің. Көзімді жұмбайын ба деп көзімді де. Рахаттанған қатын көзін қатты жұмбайды, бош жібереді. Жағын қысып жағын жіберейін қатын деп. Ана қатын мен 10 күн алысқасын қойшы, жағын қысып. Тұра өмірдің рахатын бір көп кессінші, өмірдің өкінбей өтіп кессінші деп. Сонда Алла бізге бұл өмірдің рахатын өзіміздің денемізден беріп қойған екен. Соны сезінбей жүрміз ғой қыздар. Мөнира маған бірдеңе береді деп мені іздеп жүрсің ғой. Өзіңнің денеңде тұр барлық нәрсе. Баға жетпес байлық деген міне денемізде тұр. Дәмін сезу, тамақтардың дәмін сезу, төсектің де дәмін сезу. Төсектің бәрі деп ұялады. Шындап көрсең, мүлдем хабары жоқ еш нәрседен. Ұялады, уже күліп. Ол да ілім. Ол әлі үлкен ілімдердің содан келдіңіз бе дүниеге? Міне көрдіңдер ма? Сондан ба табанға жасалып жатқан массаж, арқаға массаж жасап жатқан массаж, өкшеге жатқан массаж жасап жатқан массаждардың барлығы біздің жақындарымызға пайдасы бар, қуықтарымызға. Қуық безі қабынбайды, қуық жолдары тосылмайды, қуыққа тас пайдаланбайды. Қыздар табан массажы. Қытайда түстен кейін сағат 4-тен кейін бар ғой, аяқ массажын жасататын жерде крем еркектер жүреді. Өйткені табанға жасалатын массаж ер адамдардың бүйрегіне тас пайдаландырмайды. Сол үшін мына аяқ массажын жақсы үйреніп алыңыз. Ешқандай күш кетпейді. Просто методикасымен, тәсіл амалдарымен жолдарын мықты меңгеріп алсаңыз болады. Сезіндіріп тұрып түріне қарап жасаңыз, бұның табандағы нүктелерді көрсетеді. Болды. Тек табанның ғана массажын жасаймын деп салон ашыңыз, 5000 теңгеден жасаймын, 20 минут деп. Вай адам бар. Оны жасайтын бізде әрі мамандар әлі жоқ қой. Көрдіңіздер ме? Табан массажын дұрыс қой, табан массаждары. Ең керемет массаждар бұл табан массаждар. Массаждардың ішіндегі ең керемет массаж. Одан кейін қол массажы, алақан массаж. Алақанға күнде таңертең тұрғанда жаттығу жасайсыздар міне. Былай жасайсыздар, былай жасайсыздар. Мен түсіріп алыңдаршы осыны, міне көрсетіп берейін. Міне былай ұрамыз. Міне жерде бұған себебіміз міне жерде нүктелер бар. Одан былай ұрамыз, міне жерлерде нүктелер бар. Былай ұрамыз, міне жерлерде де нүктелер бар. Былай ұрамыз, міне жерде нүкте бар. Міне жерде де нүкте бар. Былай ұрамыз, мына екі нүкте бір-біріне ұрынады. Одан былай ұрамыз, міне жерде де нүкте бар. Міне былай ұрамыз, ода да бәрі нүктелер көріп бар, нүктелер бар. Осылардың үй жағдайында жағы үйде алып жатқан достарыңызға осы жаттығуды үйретіп, қолдарын көтер алса, барынша көтер осыларды жасай берсін. Болды ғой, қыздар? Басқа айтар жоқ па? Ондай болса, сабағымызды бастаймыз. Сіздерде так йога жасаған кезде бар ғой, йоганы сатып алып, йога жасап жасар ғой. Сол кезде тамаққа той, бүгін кешке жақын йога жасаймыз ғой сағат 5-те, қыздар. Мен қазір ақшаларымды алып аламын, ақшаларымды албасам жақсы екен, ата айтпаса ақша алмасаң тәртіпке бағынбайды екенсіңдер сендер. Мен сол байқап қалдым. Ақшаны алып алып, ақшамен бағындыру керек екен. Йоганың алдында бар ғой, қазір бар ғой, түсте сағат 12-де тамаққа шығамыз ғой, сол кезде жақсылап отырып тамақ жеп алыңдар. Содан кейін йоганың алдында чай да ішпейсің, тамақ да жемейсің, қыздар. Кеше чай ішкелі кетіп қалған қыздар. Ештеңе ішпейсіңдер. Только су ішеміз. Су ішеміз. Содан кейін йога біткеннен кейін тамақ жемейсіңдер, қыздар.
только су іш. Өйткені йогада жаңағы денедегі қандар, ана ұйыған арам қандар бар ғой. Содан кейін ішектердегі жабысқан майлар бар, солар ыдырайды. Соларды біз су ішу арқылы зәр жолымен, мысалы, кіші дәретпен, үлкен дәретпен сыртқа шығарамыз. А сіздер йога жасап болғаннан кейін бара салып, қою тамақты жеп алатын болсаңыздар, су ішпейтін болсаңыздар, жаңағы шлактар қозғалып дененің ішінде ары-бері жүріп барып қайтадан бір жерге барып жей қалсады. Оны сыртқа шығаруымыз керек. Су ішеміз. Су іше берсек, не септен шығады. Содан кейін кіші дәреттеріңе бүйтіп қараңдаршы, кіші дәреттеріңе қарасаңдар, кіші дәреттерің сап-сары сасық болып шығады. Сасық. Одан ұстай алсаңдар кіші дәреттерін бүйтіп қолдарыңды малып бүйтіп ұстап бейсеңдер, жабысқақ шығады. Тексерсеңдер болады өздерің. Өздеріңді кішкене кетпейді ғой, тексеріп көруге болады. Жабысқақ болатын болса, дереу емханаға барып, емделіп ал. Одан кейін кіші дәреттеріңе қарайсыңдар, кіші дәреттеріңе қараған кезде, кіші дәреттерің көбік болып шығады. Көбік. Сары болып шығады, сасық болып шығады, көбік болып шығады. Оның барлығы өте жаман нәрселер. Барып денсаулықтарыңызды тексертесіздер, қанды өткізесіздер. Йоганы енді денсаулықтарыңызда ешқандай ақау болмаған болса, онда солай болып жатқан болса, йоганы жасай бер. Бір жарым литр суды іше бер, лимон қосып іш, бал қосып іш, егер су іше берген дұрыс лимонмен. Аузыңның дәмі кетіп қалса, арасында біраз бал қосып қойсаң болады. Сөйтіп тоқтамай 2 ай, 3 ай, жарты жыл солай ішіп берсең, бірден ана денедегі шлактар кетіп қалды. Табиғи жолмен адамның ағзасын тазалау деп аталады. Содан кейін жаңағы өтіңізде тас болса, олар да кетеді. Жаңағы йоганы жасап, суды ішіп, қозғалысты жасап жіберсеңіздер, табиғи жолмен емделіп қаласыздар. Одан кейін табанның астындағы нүктелерді бастырып. Жақсы, ондай болса сабағымызды бастайық. Аман сау болыңыздар, кездескенше күн жақсы болсын. Бір аяғы оқтаудай әдемі бір қыз жатамыз.